Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Осы каналда мен сіздерге зейнетақы және зейнетақы жүйесіндегі жаңалықтармен бөлісіп отырамын. 2022 жылғы 1 қыркүйектегі мемлекет басшысының жолдауынан кейінгі зейнетақы жүйесіндегі жаңалықтармен таныстыра кетейін. Әйелдердің зейнетке шығу жасы 61 жасты бекітілді. Яғни 2028 жылға дейін әйелдердің зейнетке шығу жасы 61 жасты құрайтын болады. 2023 жылдан басталады бұл, және 2027 жылға дейін әйелдер 61 жаста зейнетке шығатын болады. Яғни 1962 жылғы 7 айдан 12 ай аралығында туылған әйелдер зейнетке 61 жасында шығатын болады. 1963 жылғылар, 1964 жылғылар, 1965 жылғылар, 1966 жылғылар зейнетке 61 жасында шығатын болады. Осы ретте 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап нормативті көрсеткіштердің өзгеруіне байланысты сіздерге табыс мөлшерін реттеу керек. Себебі айлық есептік көрсеткіш, сонымен қатар басқа да көрсеткіштер жоғарылауына байланысты. Сол себепті сіздердің қазірден бастап максималды зейнетақы алуға құжаттарыңызды дайындап, табыстарыңызды реттеу қажет. Мына кестеге қарап кетсеңіздер, 1962 жылғы 7 айдан 12 ай аралығында туылған әйел кісілер 2023 жылы шығатын болады, яғни тура 61 жасында. 1963 жылғылар 2024 жылы шығады. 1964 жылғылар 2025 жылы шығады. 1965 жылғылар 2026 жылы шығады. 1966 жылғылар 2027 жылы тура 61 жасына толған кезде шығады. Ал 1967 жылғыларға қатысты заң өзгертілген жоқ. Оларға 67 жылдан бастап кезең-кезеңмен қайтадан 6 айдан қосылуы мүмкін. Әзірге қолданыстағы заң осылай. Мынау кестеде мен сіздерге 1962 жылы шілде айында туылған болсаңыз, сіз тура сол шілдеде 2023 жылы 61 жасыңызда шығатын боласыз. Яғни қай айда туылсаңыз, тура сол айда 61 жасыңызда шығатын боласыз. 1963 жылғыларға тура сондай қатысты. Қаңтарда болса, қаңтарда шығасыздар. Мамырда туылсаңыз, мамырда шығасыз, тура 61 жасыңызда. 1964 жылғылар 2025 жылы шығады. 1965 жылғылар 2026 жылы шығады, тура 61 жасында. Осылай сіздердің зейнетке шығу жасыңыз, яғни 2027 жылдың желтоқсанына дейін тура 61 жаста шығатын боласыздар. Сол себепті қазірден бастап өздеріңіздің құжаттарыңызды әзірлеп, сонымен қатар табыстарыңызды реттеуіңіз қажетсіздер. Назарларыңызға рахмет. Консультация бойынша номерім қалдырып кетем. Сау болыңыздар.